Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, тағы өте керемет техникамен бөлісейін деп отырмын. Осының алдында ойлағаның іске аспай жүрсе деген техника салған болатын. Скоропомощник эффекті зор. Сол бірінші видеодағыдай әдісі бірдей, бірақ дұғалары әртүрлі. Мен сіздерге мынандай техника бергім келіп отыр. Көпшіліктің сұрауы бойынша, көпшілігі менің жекеме шығып, номер тұр ғой, ана сол номерге жазып, сүйіктімен ұрсып қалдым деп көбіне қыздар немесе жігіттер жазады. Сол ұрсып қалдым, бірінші сол звондау керек, бірінші не қылу керек, хабарласу керек. Сондай техника бар ма деп барлығы сұрауы бойынша, сосын блокнотымды ақтарып қарасам, сондай техника бар екен. Егер сүйіктіңізбен ұрсып қалсаңыз, ол хабарласып, сөйлесіп кетсін, арғары жарасып кеттуге арналған техника. Дәлірек айтқанда, қазір барлығын түсіндіріп өтемін. Бұл да айға күнге байланысты емес. Бұны любой кезде жасай бересіз. Одан кейін сізге өзі звондап хабарласатын болады. Міндетті түрде жарасып кетесіңіз сүйіктіңізбенен. Бұл да скоропомощник деп айтсам болады. Себебі скоропомощник ат айтып тұр, тез арада не істеді, тез әсер ететін техника. Ол үшін әдеттегідей бірінші видео салғанымдай әдісі бірде, бірақ дұғалары басқа. Ол үшін бізге су керек. Мынандай су ыдысқа құйып аласыз. Мен осындай ыдысқа құйып қойдым. Су құйып аласыз, міне. Краннан болсын, әйтеуір любой су жарай береді, тек газированный су жарамайды. Любой неден осындай ыдысқа су құйып аласыз. Одан кейін любой бір свеча керек. Свеча болғанда парафиновый свеча жарамайды, тек қана восковая немесе алдында видеода көрсеткенде восковая немесе церковный свеча керек. Қыздардың көпшілігі церковный свеча мен восковая свечаны қайдан аламыз дейді. Свечи Алматы деп инстаграмда жазсаңыз, немесе восковые свечи деп жазсаңыз шығады. Солардан аласыз, қымбат емес, өте көп қылып алып қойсаңыз болады. Осындай техникаларға қолданасыз. Бұл жерде де тек қана оттың энергиясымен жұмыс жасайтын болғандықтан сіздерге міндетті түрде восковая немесе церковный свеча керек. Басқа свечалар жарамайды, достар. Мен қазір барлығын түсіндіріп өтемін. Лайк басуды ұмытып кетпеңіздер, қолдап отырыңыздар. Арғарай техника салуға маған шабыт береді. Және көптеген подписчиктер жиналуға маған көмектеседі. Мен сіздерге өз техникамды, скоропомощникті аямастан сізге пайдалы болсын деп саламын. Арғарай сіздерден тек қана мен лайк күтемін. Сәттілік, достар. Қазір барлығын түсіндіріп өтемін. Міне бірінші осындай су қоясыз, жаңағы видеодағыдай. Әдісі бір деп айттым ғой. Екінші, міне осындай свеча керек. Мен тек үлгі үшін сіздерге. Қазір мен үлкен свечаны жағып отыратын болсам, сізге көрінбейді. Сосын сізге спичка керек. Міндетті түрде спичкамен жағу керек, природный материал менен. Ал зажигалкамен жағуға болмайды. Міндетті түрде спичкамен жағу керек. Қазір барлығын түсіндірем. Міне осылай қылып жағамыз. Жаққаннан кейін дұғаны 7 рет оқимыз. Дұғада аты деген жерге жаңағы сүйіктіңіздің атын айтасыз. Сүйікті қызыңыздың немесе жігітіңіздің атын айтасыз, 7 рет оқисыз. 7 рет оқып болғаннан кейін мына свеча жанып болуын қадағалайсыз. Міндетті түрде қасында отырудың қажеті жоқ, басқа шаруаларыңызбен айналыса берсеңіз болады. Бірақ біткеннен кейін свечаның қалдығын ағаштың түбіне апарып тастайсыз. Ал мына суды не істейсіз? Мысалы, свеча бітті деп есептейік. Менде свеча бітті деп есептейік. Мысалы, осының қалдығын, свечаның қалдығын теріп, любой бір ағаштың түбіне лақтырып тастайсыз. Ал мына суды терезеден қатты серпіп шашып бересіз. Разница жоқ, ол сіздер частный үйде тұрасыз ба, немесе домда тұрасыз ба, квартирада тұрасыз ба, ешқандай разница жоқ. Осыны терезені ашып, тек осыны серпіп арғарай шашып жіберуіңіз керек. Полностью құйып жіберуіңіз керек терезеден. Болды. Осыдан кейін скоропомощник жақсы жұмыс жасайды. Өзі бірінші хабарласады деген сияқты жарасып кетесіз сүйіктілеріңізбенен. Айға күнге байланысты емес, любой мезгілде жасай бересіз деп айттым. Шектеу жоқ. Міндетті түрде шектеу жоқ. Содан кейін
содан кейін өзі хабарласады. Айға күнге байланысты емес. Сосын комментарийға ең бірінші комментарийға дұғаны бекітіп қоямын. Аты деген жерге жаңағы сүйіктіңіздің атын айтасыз. Аты деген жерге. Егер де YouTube комментарияны өшіріп тастайтын болса, онда описанияға жазып қоямын. Описание дегеніміз бұл біздердің мына видеода тақырыбы тұрады ғой. Соның үстін бассаңыз, описание шығады, сол жерде дұға тұрады. Достар, тағы да естеріңізге сала кетейін. Мені қолдап, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сәттілік жасап көріңіздер.